Қызықты сәттерім көп болды. Соның біреуін айтып берейін. Келін болып түскен кезімде бір 5-6 айлық кезді екен. Сағат 6-да тұрып жүрген кезім. Ол кезде будильник дегені жоқ. Жолдасымның қол сағатымен оянатынмын. Бас жағыма қойып, осы 6 болмаса екен деп қарап, қайта сөйтіп 6-ны болғызып тұратынмын. Бір күні қатты ұйықтап қаптым. Сөйтіп ұйықтап қалдым деп бала тұрып, апыл-ғұпыл киініп, сыртқа шығып, енді ол кезде ауылда есіктің алдына пеш жағып, от жағып, шай қайнататынбыз. Сол жұмысымды, күнделікті жұмысымды барып, атқарып, пеш жағып, шай қайнатып отырмын. Күтіп отырмын, шай қайнат, дала суық, көктемнің кезі ол кезде. Үйдегілер неге тұрмайды, неге таң атпайды деп қайтып үйге барып, дұрыстап сағатта қарасам, сағат 6 емес, 3-тен асқан екен ол кезде. Сөйтіп қателесіп тұрып, сол күні таңғы шайды 2 рет қайнатқан кезім болды.